Сәлем достар, менің аты жөнім Есетова Гүлзия Амангелді қызы. Мен қазақ тілі мұғалімімін. Қазіргі таңда бала күтіміне байланысты үйде отырмын. Ертең 16 желтоқсан Қазақстан Республикамыздың тәуелсіздік күні. Тәуелсіздігімізге 30 жыл толады. Соған орай мен Қалқаман Сариннің «Тәуелсіздік» атты өлеңін оқып бергім келеді. Менімен бірге болыңыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Тәуелсіздік. Еркіндігім, қасиеттім, қастерлім, өзің барда өзегімде жоқ жермін. Кеше сенің келбетіңді арман ғып, боданына бұғауландық басқа елдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уа, еркіндік, қош келдің. Кімді өртке ораған қоғамда өз үйіме өзім өгей болам ба? Алшам басып жүре алмаса алталаш, азаттығым қадірінде жоқ онда. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да. Алла берген азаттықтың әр сәті аманат қой маған, саған, оғанда. Саясатқа сермей алмай семсерді, езгі күнге тері қылдым еңсемді. Желтоқсанда жалын атып жастығым құрсау болған. Темір қоғам теңселді. Есте даңқы қыршындардың қалды ма? 86 ерлігім бе ең соңғы. Уа, еркіндік, құның немен өлшенді? Уа, еркіндік, құның немен өлшенді? Сені көксеп боздақтарым өлсе өлді. Сенсің менің ең ғажайып өлеңім, ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі. Әр тәніңді сүйіншілеп тұрайын, Құдай берген ғұмырымда өлшеулі.